Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзбек халқының ұлттық асы палаудың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазанымызды отқа қойып, 250 грамм мақта майын құямыз. Палауға қой еті, жылқы еті немесе сиыр етін де қолдануға болады. Мен жылқы етімен жасап жатырмын. Қызып тұрған майымызға етіміздің екі бетін де жақсылап қуырып аламыз. Етті қызартып қуырған соң үстіне екі пиязымызды турап саламыз. Етті қуырғандай пиязымызды да қызартып қуырып аламыз, тек күйіп кетпесін. Енді 1 килограмм сәбізімізді турап аламыз. Мен екі түрлі сәбіз қолдандым, қызыл сәбіз және де сары сәбіз. Егер де сіздерде сары сәбіз табылмаса, 1 килограмм қызыл сәбізді қолдана берсеңіздер болады. Естеріңізде болсын, 1 килограмм күрішке 1 килограмм сәбіз қолданамыз. Жақсылап сәбізімізді де қызартып қуырып аламыз. Керегінше тұзымызды саламыз. Етімізді, сәбізімізді, пиязымызды қызартып қуырып болған соң үстіне 1 литр ыстық қайнаған су құямыз. Қазанымыздың отын азайтып, етіміз піскенше 1-1,5 сағат бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Енді палауға арналған дәмдеуішті қолданамыз. Дәл осы дәмдеуіштің ішінде өзінің палауға қажетті барлық керекті мейізі және де әртүрлі дәмдеуіштері бар. Бір пакет дәмдеуіштің барлығын салмаймыз, 2 ас қасық жеткілікті. Мен палауға лазер күрішін қолданып жатырмын. Алдын ала жуып, тазалап, жарты сағат жылы суға салып қойдым. Енді қазанымыздың отын жоғарылатып, суы тартылғанша қатты қоямыз. Енді күрішімізді ортаға осылай видеодағыдай жинап аламыз. Енді отымызды азайтып, жарты сағат немесе 40 минутқа бетін жауып қоямыз. Осымен палауымыз дайын болды. Алдын ала осылай еттерін алып, суытып, турап қоямыз. Күрішіміз бір-біріне жабыспай, өте дәмді, керемет палауымыз осымен дайын болды. Әдемілеп ыдысымызға саламыз. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Баршаңызға ас болсын.